Қоғамдық моншаға баруға болмайды әйел кісілерге. Әйел кісілерге қоғамдық моншаға баруға болмайды. Фаиннаху фитна. Біріншіден бұл фитна үлкен. Екіншіден әйел кісілер негізі не үшін болмайды? Бізге мысалы ер кісілерге әуреті ол кіндігі менен тізесінің арасы. Ол сол жер жабық болса болды, ол жүре береді ол. Әйел кісілердің әуреті жаңа жүзі, білезігінен былай қарай қолы, алақандары, және де тобығынан төмен қарай аяғы, табаны, башпай дедік, дұрыс па? Сол жерінен басқа жерінің бәрін жауып кіру керек та, олай кіріп шомылу мүмкін емес. Себебі ол қоғамдық монша болғаннан кейін негіз әйел кісілер мен әйел кісілердің көруге рұқсат етілген жерлері бар, мысалы шашы, кеудесі деген сияқты да. Бірақ ол мұсылман әйел мен мұсылман, екінші бір мұсылман әйелдің арасында. Ал басқа дін өкілінің алдында мұсылман әйелі, қыз баласы орамалын шешпейді. Шешуге болмайды. Шариғат тыйым салады. Орамалын шешпейді.